Сәлеметсіздер ме, құрметті дәрігер жолдастар. Егер де сіз 5-ші курс болсаңыз және де госэкзаменге қалай дайындаламын деп жүрген болсаңыз, қолыңызға дәптер ручкаңызды алыңыз, конспектіні қазірден бастап жазыңыз, дайындалыңыз. Бүгін мен сіздерге госэкзаменде келген ситуациялық есепті керемет қылып иншалла талдап беретін боламын. Бүгін еще рентген талдауды үйренетін боламыз. Сол себептен де жақсылап мән беріп қараңыздар, соңына дейін қараңыздар. Біздің медициналық стимуляцияның сценарийі осындай. Бұл госэкзаменде келген есеп. Қарасаңыздар, жалпы 3-ші қалалық емхананың практика дәрігерісіз дейді. 58 жастағы ер адам келген екен. Объективті мәліметтер бар, және жалпы қан анализі, жалпы анализ мәліметтері бар, және де бізде рентген бар. Бүгін Алла қаласа осы рентгенді де талдайтын боламыз. Және де спирометрияның жауаптары бар екен, соны да талдаймыз. Танысып өтейік, мен сіздермен әдеттегідей дәрігер Данияр Асқарұлы, Сиырус медициналық мектебінің директорымын, дәрігермін, 6 жылдан бері сабақ беремін. Жалпы 2021 жылы Турцияда оқып қайтқам. Қалған мәліметтерді осы жерден таныса аласыздар. Мынау менің әлеуметтік желілерім, және де Телеграмға сілтеме қалдырып кетемін. Каналға, ол жақта тек 5-ші курсының студенттері, бүкіл Қазақстан бойынша. Бүкіл файлдарды, бүкіл тесттерді, бүкіл дайындықтардың мәліметтерін сол жаққа мен жіберіп отырмын. Сол себептен де описанияға қойып қойдым менің әлеуметтік желілерімді және де Телеграмның сілтемесін. Жазылып алсаңыздар болады. Сіздердің енді өтейін деп жатқан жолдарыңызды мен бұрын өтіп қойғанмын 5-ші курста, және де 5-ші курста госэкзаменнен 97 балл жинадым. Жалпы GPA балға салған кезде 4-тен 4 максимум шыққан болатын. Ал жалпы сабақтағы GPA 3-те 66 болған болатын. Сол себептен де бүгін госэкзаменге қалай дайындалу керектігін, қалай талдау керектігін сіздерге көрсететін боламын. Енді бүгінгі ситуациялық есепті шешу үшін бізде нақты қадамдар бар. Мынандай мен қадамдарды құрастырып шықтым. Ол бірінші науқаспен байланыс орнату, ол вербальды және вербальды емес болады. Вербальды деген сөзіміз бұл сөйлеумен болады, ал вербальды емес деп отырғанымыз бұл ишаратпен, яғни бүйтіп қолыңды көтеруіңіз, басыңызды бүйтіп шайқауыңыз дегеннің барлығы ол вербальды емес байланыс орнату. Амандасасыз, одан кейін паспортын сұрайсыз, солай кете береді. Одан кейін өмір анамнезін және ауру анамнезін жинайсыздар. Видеоны стопқа қойып, мына жердегі мәліметтердің барлығын оқып алсаңыздар болады. Жақсы. Ал біз ары қарай объективті тексеру деген мәліметке қарай кете береміз. Себебі бізде уақыт жоқ. Сіздердің фокустарыңыз датауы, TikTok, Instagram көріп шаршап кеткен соншалықты сіздердің шыдамдарыңыз жетпейді ұзақ видеоларды көруге. Сол себептен мен сіздерге жылдам түсіндіруге тырысамын. Егер де толық түсінбей жатқан болсаңыздар, пожалуйста, курсқа келіңіздер. Курста мен ежекте отырып дәріске қылып сіздерге түсіндіріп беремін. Так, объективті тексеру бізде 4 қадамнан тұрады. Бірінші физикалық тексеру, бізде артериялық қан қысымын тексересіз, Коротков әдісі бойынша. Оны білулеріңіз керек. Жүрек соғу жиілігін және де пульс тексересіздер. Естеріңізде болсын, құрметті дәрігер жолдастар, жүректің соғу жиілігі мен пульс екеуі екі түрлі нәрсе. Жақсы. Олардың нормалары бір-біріне ұқсауы мүмкін, бірақ екеуі екі түрлі нәрсе. Пульсқа келген кезде сіздер оның қасиеттерін сипаттауларыңыз керек. Жаңағы толымдылығы, амплитудасы да, серпімділігі деген нәрселерді сипаттайсыздар. Тыныс жиілігін есептеуді білесіздер, температура және сатурация, пульсоксиметрмен өлшейсіздер. Одан кейін пальпациялық тексеру, дауыс дірілігін анықтайсыздар. Енді пальпация, перкуссия, аускультация деген нәрселерді сіздерге мен түсіндіре алмаймын, себебі ол пропедевтиканың нәрсесі, 3-ші курста өтіп кеттіңіздер. Мысалы үшін пальпация тексеру кезде, мысалы үшін қолын осылай кеудеге қойып, р деген әріптерді айтқызамыз да. Солай екі жақтағы дауыстың дірілін анықтаймыз. Бронхофонияны қалай анықтайтын едік? Бронхофонияны, мысалы үшін, жаңағы фонендоскоптың көмегімен, оның өкпесіне жаңағы нелерді қоямыз фонендоскопымызды. Сөйтеміз, науқасымызға ш деп айтылатын дыбыстарды айтқызамыз. Мысалы үшін, шипетитни, шипение деген сияқты, ол сыбырлап айтады. Шипение, шипетитни деген сияқты. Ал аускультация кезінде егер бронхофония күшейетін болса, біз соны жаңағы фонендоскоптың көмегімен естиміз, сыбырын науқастың. Өкпесінен өтіп кетеді. Себебі өкпесі тығыздалып кеткен болса, мысалы үшін пневмония, туберкулез кезінде өкпе тығыздалып кетеді да, анау сыбырлап айтқан дыбыстарды өте жақсы өткізеді. Жақсы. Енді бұның барлығын сіздер толығырақ YouTube-тан немесе біздің курстарымыздан көре аласыздар. Так, объективті мәліметтері міне тұр, барлығы берілген. Мына жерде айтады, қараңыздар, аускультация кезінде оң жақта жауырын бұрышына дейін әлсіреген визикулярлы тыныс дейді. Аясында майда көпіршікті ылғалды сырылдар естіледі дейді. Біз всегда білетінбіз, майда көпіршікті ылғалды сырылдар, ол бізде пневмонияға тән еді. Жақсы. Бірақ жалпы осы кезге дейін мына жердегі мәліметтердің барлығын оқи отырып,
біз темекі шекпейді және аллергоанамнезі берілмеген. Демек бұл жерде науқаста не бізде обструктивті аурулардың ішінде хобблды және де астманы біз сызып тастадық сразу. Енді бұл науқаста бізде уже осы кезге дейін бізде мынандай күдік бар: пневмония, хронический бронхит фаза обострения деген диагнозға күдік бар бізде, және туберкулезға күдік бар. И осы үшеуіне күдік бар. Сол себептен біз ары қарай осы үшеуін дифдиагностика жасаймыз, иә. Себебі бізде есептің тапсырмасында диагноз қою керек болатын. Жақсы. Так, объективті мәліметтерін тоже стопқа қойып оқып алсаңыздар болады. Тыныс алу жиілігі 26 рет екен. Так, кеттік. Анализ интерпретациясына келдік. Төртінші қадам, бізде анализдегі интерпретация жасауымыз керек. Гемоглобин 125 дейді. Төмен, ер адам болғандықтан 130-160. Эритроцит норма, түстік көрсеткіш норма, тромбоцит норма, лейкоцитіміз лейкоцитоз, нейтрофилиоз, жоғарылаған, эозинофил мен моноцит норма, лимфоцит төмен деген лимфоцитопения, сойы жоғарылаған, яғни қабынудың белгісі бар. Мочевина норма, креатинин норма, 6 ацеті бізде басқаша неде берілген екен. Қараңыздар, мынау кәдімгі госэкзаменде келген ситуациялық есеп болғандықтан госэкзаменде былай келіп жатыр міне. Біздің бұрын 6 мен астыны біз былай жаттайтынбыз да. Так. Міне, 6 және астыны біз 40 единица на литр деп есептейтін едік. Дұрыс па? 6 деген бізде бауырға жауап беретін еді, астыда бізге жүрекпен және бауырға жауап беретін еді. Жақсы. Енді біз былай есептейміз. Қараңыздар. Мынау бізде микрокатал на литр деп аталады. Катал, микрокатал деген өлшем бірлік, бұл бізде ферменттің активтілігін өлшейтін өлшем бірлік. Әлемде осылай екіге бөлінеді, единица на литрмен өлшенеді, көбінесе ақшта микрокаталмен өлшейді. Сол себептен осылай берген екен бізге. Енді аударған шығар. Бірақ микрокаталмен өлшеген кезде 6 мен астының нормасын мен сіздерге жазып көрсетемін қазір. Так, мына өшіре салайын полностью. Так, 6-ның нормасы бізде 0,12 0,92 микрокатал. Астыныкі бізде 0,13 0,80. Осы микрокаталмен өлшеген деген нормалары. Жақсы. Ал мына жердегі 0,88 дегенді единица на мольға айналдырсақ 53 шығады екен примерно, ал мынада 64 деген сан шығады екен. В любом случае негізінен екеуі де норма деп қарастыра бересіздер бұл жерде. Себебі микрокаталмен өлшегенде екеуі де норма болып тұр, сәл астымыз жоғарылау болып тұр екен, 1,06. Жақсы. Так, глюкоза 5,5 норма, ЛДГ дейді. Бұл бізде лактат дегидрогеназа деген ферментіміз 150 единица нормада тұр. Бірақ бұны не үшін беріп қойған? Лактат дегидрогеназа деген фермент бұл жасуша ішілік фермент. Егерде именно өкпе тіндерінің жасушалары бұзылатын болса, бізде осы лактат дегидрогеназа қанда көбейіп кетеді. Ал біздің науқасымызда нормада тұр, демек науқасымыздың ауруы қатты асқынбаған, күрделі емес. СРБ биологы бар, реактивті биолог, демек қабыну процесінің болып жатқандығын білдіреді. Так, қақырық анализінде бізде консистенциясы тұтқыр дейді, және эпителий, лейкоцит. Эпителий мен лейкоцит көру аймағында 10-ға дейін болу керек. Мына жерде артық. Жақсы. Куршман спиралі отрицательный, демек бізде не? Астма емес екендігі көріп тұрмыз. Астма емес. Біз бағанада айтып тастағанбыз, астма емес деп. Жақсы. Так, сатурациясы 95% дейді, және жүрек соғу жиілігі 89 дейді, тахикардия жоқ. Егер 90 болатын болса, тахикардия деп айтамыз. Мысалы үшін қараңыздар, жүрек соғу жиілігі 89 деді ма, демек ойбай сәл тахикардия келіп тұр, тахикардия деп айта берейін деген нәрсе болмайды коста. 89 ба болды, 89 болды, сонымен қалады. Тахикардия деп айтпайсың. Хорошо? Мына жерде бізде тыныс жеткіліксіздігінің нормалары көрсетілген сатурация бойынша. Бізде сатурацияның нормасы қанша? 96-98% еді. Егерде 91 мен 94 95% болатын болса, демек ол бізде тыныс жеткіліксіздігі бірінші дәрежелі деп аталады. Ал бізде ешқандай да тыныс жеткіліксіздігі жоқ, 0. Хорошо? Так, біз анализ интерпретациясын жасадық, анализдер бойынша, бірақ біз аспаптық интерпретация жасамадық. Мына өкпе суретіне біз талдауымыз керек. Рентгенді біз қалай талдайтын едік? Сіздерде радиология деген сабақ өтілді. Рентген талдау кезінде сіздердің миыларыңызда свежий шығар. Жалпы рентгенді біз 2 этап бойынша талдаймыз. Бірінші, снимктің дұрыс түсірілгендігін анықтап аламыз, екінші интерпретация жасаймыз. Не үшін бірінші дұрыс түсірілгендігін тексеру керек? Себебі, егерде дұрыс түсірілмеген болатын болса, снимок, біз қате заключение беруіміз мүмкін. Хорошо? Так, кеттік. Енді қараңыздар, бізде бірінші бұғананың дұрыс орналасуы, ротация,
одан кейін инспирация, позиция және экспозиция деген нәрселер бар. Былайша жаттап алу үшін рип деп жаттап алсаңыздар болады. Мысалы үшін міне рип, мысалы үшін жаңағы недегі могила деген секілді қылып жаттап алсаңыздар болады. Хорошо, мен сіздерге түсіндіріп өтейін енді. Бірінші, бұғананың дұрыс орналасуы дейді, ротация. Яғни сіз кассетаға келген кезіңізде сізге айтады, мынау екі иығыңызды былай кассетаға тигізіп тұрыңыз дейді. Дұрыс па? Сол себепті сіз солай тигізіп тұрасыз. Бұл бұғананың дұрыс орналасуына әсер етеді. Қараңыздар, мына жерде бұғананың аяғы шекарасы тұр, мына жерде шекарасы тұр. Ал мына жерде не өтіп жатыр? Омыртқа өтіп жатыр. Енді қараңыздар, мынаның арасындағы аймақпенен мынаның арасындағы аймақ, мынау А деп алсақ, мынаның Б деп алсақ, екеуі тең болу керек. Осыны ротация деп атайды. Хорошо? Осы тең болу керек. Визуально қараған кезде тең. Бізде мысалы үшін тең болып тұр, дұрыс түсірілген сызық, бірінші. Және де екінші, инспирация деген сөз сізге айтады да, мысалы үшін рентгенге түскен кезде вдох дейді, яғни демал дейді. Демалып тұр дейді. Деміңді ұстап солай тұрасың. Ол бізден қабырғалардың дұрыс түсуіне әсер етеді екен. Мынау мысалы үшін қара, мына жерде қабырға тұр, міне 1 деген 2 деген сияқты. Мына жақтан бастап енді мен просто санап жатырмын. Міне тұр, міне тұр, міне тұр, міне тұр. Мыналардың барлығы бұл алдыңғы қабырғалары емес, достар. Бұл бізде артқы біздің қабырғаларымыз. Как будто алдыңғы қабырға сияқты көрінеді, бірақ артқы қабырғаларымыз. Жақсы, шатасып кетпейсіздер. Вот, осы дұрыс көрініп тұру керек барлық жақтан. Яғни санаған кезде 10-11 штук артқы қабырғаны санай алуымыз керек. Жақсы. Позиция, одан кейін позиция. Яғни тура проекцияда түсірілген ба, или боковой проекцияда түсірілген ба деген әңгіме. Жақсы. Және пациенттің положениесі қалай. Одан кейін төртінші, суреттің жарығы, экспозиция. Айфонда да фокусты бетіп басып тұрсаң, экспозиция деген сөз пайда болады. Яғни былайша айтқанда мынау яркостың дұрыс болуы, қатты көбейіп кетпеуі немесе қатты төмендеп кетпеуі, орташа. Мысалы үшін мына рентгенде яркосты өте жақсы түсірілген. Хорошо? Және де мына жерде достар, ағару және көлеңке дейтін түсініктер бар. Бізде рентгенде барлығы керісінше айтылатындығын білесіздер. Мына жер бізде ағару деп аталады. Қарайған жерлер ағару деп аталады, ал мынау көлеңке деп аталады. Себебі екеуінің түсі бір-біріне алмасып кететіндігін білесіздер, иә? Ақпақ жерлерді біз көлеңке дейміз, қап-қара болып тұрған жерлерді ағару деп атаймыз. Қап-қара болып тұрған жерлерде ауа бар. Хорошо? Так, кеттік. Екінші, енді кезең интерпретация. Наконец-то бізде ABCDF дейтін жүйе бар. Бүкіл әлемде осы жүйе бойынша рентген снимоктарды талдайды. Бірінші airway, яғни тыныс жолдары. Тыныс жолдарын біз қарап шығуымыз керек. Тыныс жолдарынан біз кеңірдекті көріп тұрмыз. Мына жерде қараңыздар, қарайып тұрған нәрсені көріп тұрсыздар ғой, міне. Суретті анықтап қарасаңыздар, мен сіздерге сызып жатырмын, шекарасын көріп тұрмын, себебі міне біз кеңірдекті көріп тұрмыз, және кеңірдектің бифуркациясын көріп тұрмыз, және де оң жақ бронхты және сол жақ бронхты көріп тұрмыз. Оң жақ бронх қалың және жіңішке, несі көлемі ұзындығы жағынан қысқа, ал бізде сол жақ бронх жіңішке және ұзын. Так, кеттік. Одан кейін бонус сүйектер, яғни сүйектерде сынықтар жоқ па, қабырғалар сынбаған ба, бұғана нормальный ма, соны тексересіздер. Одан кейін жүрек және тамырлар. Жүрек және тамырлардың шекарасын көріп тұрсыздар, міне көлеңке болып тұр. Енді оны мына схема бойынша қарап алсаңыздар болады. Видеоны стопқа қойып, қай жерде аорта доғасы бар, қай жерде оң жақ жүрекше бар, соның барлығын қарап алсаңыздар болады. Және Д бізде диафрагма. Диафрагмада бізде оң жақ диафрагма бізде шекарасы жоғары қарай тұрады, сол жаққа қарағанда. Себебі оң жақта бауыр бар. Және де мына жерде диафрагмалық қабырғалық сүйір бар, яғни бұрыш, өте үшкір келеді. Соның дұрыстығын анықтайсыздар. Одан кейін экстраторакальды тіндер, яғни алдыңғы бірінші және екінші қабырға, және де екінші және төртінші қабырғадан сызық жүргізесіздер. Мынау 1, 2, 3. 3 этажға бөліп тастайсыздар, және де бір-бірімен салыстырасыздар. Және ең соңғысы F, ол бізде өкпенің алаңдары. Өкпе алаңдары бізде бөлінетіндігін білесіздер. Оң жақ өкпеміз бізде 3 үлеске бөлінеді. Яғни 1, 2, 3 деген секілді, ал мынау 2-ақ қана үлеске бөлінетіндігін көресіздер. Және сегменттерге бөлінеді. Міне қараңыздар. Так, міне 3 үлеске бөлініп тұр, мына жақ 2 үлеске бөлініп тұр. Ал міне оң өкпеде бізде 10 сегмент бар, сол өкпеде 8 және 9 сегмент бар. Құрметті дәрігер жолдастар, мен бұның барлығын еске түсіру үшін или там не үшін айтып отырған жоқпын, бұны госэкзаменде сұрайды. Так, одан кейін спирометрия. Жел дейді, бұл бізде өкпенің өмірлік сыйымдылығы 66% дейді, нормасы 80 мен 120 болады.
төмендеп кеткен былайша айтқанда. Яғни бізде рестриктивті тынысқа күдік. Иә, рестриктивті тыныс. Бізде рестриктивті және обструктивті дейтін нәрсе бар ғой. Рестриктивті деген бұл бізде мынау өкпенің тіндерінің созыла алмауы, эластикалығынан айырылуы. Жақсы, обструктивті ол бізде бітелуі да. Әсіресе рестриктивті ол бізде пневмония, туберкулез деген ауруларға тән. FGL бұл бізде нормадан тоже төмендеп кеткен екен. Так, әрмен қарай кеттік. Және де OFV1 форсирленген бізде экспираторлық көлем деп аталады. Нормасы 80-120, бұл жерде нормада тұр. Егер бұл төмендеп кететін болса, обструктивті ауруларға күдік болады. Тифно индексі нормадан жоғарылап кеткен, яғни рестриктивті ауруға күдік. Қараңыздар, норма төмендеген, жоғарылап кеткен. Қара, егер индекс тифно 80-нен жоғарылап кететін болса, рестриктивті процесс. Тифно индексі 75-тен төмендеп кететін болса, обструктивті процесс. OFV1 80-нен төмендеп кететін болса, обструктивті процесс. ЖЛ мен ФШЛ төмендеп кетсе, ол рестриктивті процесс болып жатты деген сөз. Жақсы? Естеріңізге түсіріп алдыңыздар деп ойлаймын. Так, нақты адамдардың ішінен біз енді бүкіл интерпретацияны жасадық, енді біз диагноз қоюымыз керек болып тұр. Диагнозымыз былай болады. Бүкіл анамнездерді және де интерпретациялардың барлығын есепте келе, ойбай, сіздерге патологияны көрсетпей кетіппіз ғой. Ең басты нәрсені. Қарасаңыздар, мына жерде бізде не бар? Инфильтративті процестер бар. Көріп тұрсыздар, көлеңке болып тұрған жерде. Оң жақ өкпеде көлеңке бар. Яғни инфильтративті процестерді көріп тұрмыз. Жақсы? Яғни оң жақ өкпенің төменгі бөлігінде. Демек біз айтамыз, еще ылғалды сырылдар естіліп жатыр. Уже біз сразу пневмония деп диагноз қойып қойдық. Яғни ол не деген сөз? Толық диагноз қалай болады? Оң жақ өкпенің төменгі бөлігінің пневмониясы. Ауруханадан тыс, оң жақ өкпенің төменгі бөлігінің пневмониясы. Толық диагноз осылай. Жақсы? Ауруханадан тыс, оң жақ өкпенің төменгі бөлігінің пневмониясы және де тыныс жеткіліксіздігі 0. Так, кеттік. Курб 65 шкаласы бойынша бағалаймыз. Оны не үшін бағалаймыз? Себебі ары қарай науқастың маршрутын анықтау үшін. Курб шкаласы негізінен осы 4 шкала бойынша анықталады. Мына жерде U деген әріп бар, тоже мочевинаны анықтаймыз. Бірінші С-да науқастың есі бар ма? Біздің науқасымызда есі бар. Демек 0 уже. У-да бізде мочевинаны анықтаймыз. Мочевина 7-ден жоғары болу керек, норманы асу керек. Бізде бағана мочевина нормада болды. Демек әлі 0. R дегеніміз ол бізде тыныс жиілігі 30-дан жоғары ма? Жоқ, бізде 30-дан жоғары болды. Қателеспесем 27 ма сондай болды да. Әлі 0. Б деген ол бізде артериялық қан қысымы, одан кейін жаңа не? Артериялық қан қысымы жалпы солай. Так, олар жоғары емес, төмен емес, олар 90-нан төмен емес. Жақсы, 90-нан төмен емес, бізде жоғары болып тұр. Және де жасы 65-тен асқан ба? Жасы 65-тен асқан ба? Біз науқасымыз неше еді өзі? Достар, мен жасын ұмытып қалдым. Ой, алла, жасын сақтамаппын ғой. 58 жаста екен ғой міне. Демек, Курб 65 шкаласы бойынша бізде 0, полностью 0 балл. Яғни, барлығы 0 балл болатын болса, амбулаторлы лечение. Яғни, амбулаторлы лечение деп отырғанымыз үйде емделеді, немесе поликлиникада емделеді. Жақсы? Осы бойынша міне бағыт, маршрутты, мына шкаланы жаттап алыңыздар, және маршруттарды жаттап алыңыздар. Қанша балл болғанда қай маршрутқа баратындығын. Жақсы? Сонымен біз науқастың бағытын анықтадық, ойбай үйіңе бар, үйде емделесін деп айттық. Енді біз емін тағайындап беруіміз керек. Цефалоспориндердің екінші поколениясынан цифроксим 1 грамм күніне 2 рет тағайындадық, және симптоматикалық ем, және де патогенетикалық ем, және де қақырықты түсіру үшін амбробене деген секілді нәрселерді берсеңіздер болады. Жақсы? Так, енді құрметті дәрігер жолдастар, дайындықты негізінен максимумға жеткізетін уақыт келді деп ойлаймын. Біз кеше есептесек, сіздердің госэкзамендеріңізге 58-57 күн қалыпты. 57 күн қалыпты. Оның сессия деп дайындалатындарыңызды алып тастайсыздар, дем алатын күндеріңіз, сменге түсетін күндеріңіз бар. Сонымен сіздерде былайша айтқанда бір ай ғана уақыт қалды ғой, шынымды айтқан кезде. Бір ай ғана уақыт қалды. Сол себептен құрметті дәрігер жолдастар, мен сіздерді түсінемін, өзім басынан өтті. Сіздер жұмыс істейсіздер, смендесіздер, ақша табу керек, өмір сүру керек.
Бірақ құрметті дәрігер жолдастар, сәл қоя тұрып, екінші демдеріңізді қосып, бар күштеріңізді жинап, хотя бы осы бір ай, осы кезден бастап дайындалсаңдар, сіздерге дайындыққа бір ай уақыт болады. Бір ай үздіксіз дайындалыңыздар, пожалуйста. Себебі уже сіздер осы кезге дейін енді жүріп келдіңіздер, қатты қиналған жоқсыздар, иә. Сол үшін де 4-ші курста, 5-ші курста нормально жүрдіңіздер. 6-ші курста сіздерде бұрын соңды болмаған той болады, бос жүресің. 7-ші курста да бұрын соңды болмаған рахат болады, жүресің. Тек осы 5-ші курста бір ай хотя бы білімге уақытыңды арнап, жүре бермей, жұмыс істей бермей, неге көңіл бөліп қою керек. Себебі бұл сенің болашағың. Диплом аласың, одан бөлек ертең резидентураға түсетін кезде саған өте қатты рөл ойнайды осы госэкзаменде алған балың. Сол себептен ой, маған проходной болады деген әңгіме болмасын. Жақсы? Ол өзіңіз үшін. Егер резидентураны ойбай мен жылына 4 миллион теңге төлеп оқимын, 3 жыл бойы 12 миллион теңге ақшам дайын наличка дейтін болсаң, пожалуйста, гостан проходной 50 балл алсаң жетеді саған. Егер ондай ақшаны қиғың келмесе, грантқа түскің келетін болса, онда оқу керек конкретно. Бір ай, пожалуйста. Және де госиммунитет дейтін жалпы біздің 5-ші курстарды мемлекеттік емтиханға дайындайтын Қазақстандағы номер 1-ші курсымыз бар. Бірінші этапқа дайындығымыз, ол тестке дайындық болады. Бүкіл базалар бойынша дайындаймыз. Және екінші этап бізде осы ситуациялық есептер мен қазір сіздерге қалай талдап көрсеттім барлығын. Енді сіздерге үстіртін өтіп жатыр, себебі уақыт шектеулі. Ұзақ видеоны сіздер көрмейсіздер. Ал мен платформадағы сабақта конкретно барлығын түсіндіремін отырып. Не үшін олай деген секілді. Жақсы. Солай ситуациялық есептерге четко и ясно, артық ақпаратсыз, тек госта келетін ақпараттар бойынша және де өмірде дәрігер үшін керекті ақпараттар бойынша талдаймыз. Осылай. Ең қажетті әдебиеттерді сіздерге береміз, ең қажетті протоколдарды қазақша, ең қажетті кітаптарды және ИБДВ-ны барлығын сіздерге қолдарыңызға ұстатамыз. Госқа не керек? Және кері байланыс болады, апта сайын тікелей эфирде немесе WhatsApp чаттарда байланысамыз, және лекцияларға 6 ай доступ болады. Осының барлығын құрастырсақ бізде 50 мың теңге ақша шығады екен. Енді біз алғашқы 50 студентке 30 мың теңгеге береміз, ал алғашқы 10 студентке 15 мың теңгеге берген біз. Мынау бізде солдалып болды, барлығы сатылып кетті. Бұл орындар толып қойды, 15 мың теңгеден қазір бізде курс жоқ. Енді бізде қалған 50 студентке біз 30 мың теңгеден береміз. Одан кейінгілерге уже орын таусылса, бұл да жауып тастаймыз да, бұл позицияны біз ары қарай 50 мың теңге деген позицияға өте береміз. И бұны біз 110 мың теңгеге дейін көтереміз. Иншалла, мынаның толық бағасы негізінен 110 мың теңге тұрады. Неғұрлым курс госэкзаменнің уақыт жақындай береді, біз соғұрлым бағаны көтере береміз. Жақсы. Сол себептен қазір ертең қымбаттайтын 110 мың теңге тұратын курсты қазір 30 мың теңгеге алып алған жақсы. Мысалы үшін өткенде алғашқы 10 студентіміз 15 мың теңгеден алып отыр. Қазіргі студенттер 30 мың теңгеден алып отыр. Мысалы үшін 2 есе бағаға алып отыр. Жоғары. Вот. Сондықтан, егер де 30 мың теңге ақшаңыз болмаса, жеңілдікті сақтап тұру үшін 2 мың теңге бронь тастап, қалған ақшасын кейін стипендия түскенде немесе айлығын түскенде аударсаңыз болады. Просто сіз 30 мың теңге деген бағаны сақтап тұрасыз орныңызды. Отзывтарында менің әлеуметтік желімнен көрсеңіздер болады. Және де мынау біздің реквизитіміз, осыған төлемді аударып, астындағы чекке менеджердің нөмірін чекті жіберуіміз керек. Жақсы, мынаған аударасыздар, мынаған жібересіздер. Сол себептен құрметті дәрігер достар, я сізді сылтауды құртасыз, болмаса сылтау сізді құртады деген әңгіме ғой. Сондықтан қашан жүре бересіздер. Мощный бір білім алатын уақыт келді. Сіздерге қысқа уақытта өте сапалы білім беруге тырысамын, иншалла. Менің тегін разборларым арқылы да сіздердің госэкзаменнен жақсы балл жинап шығуларыңызға септігім тиіп жатса, мен де қуаныштымын.